Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бұқалар бордақланып жатыр. Міне 3-ші айға кетті. Барлығы тұрақты, жемдерін жеп жатыр уақытысында. Енді міне осы уақытқа дейін осындай міне аяғым астында тұрған навоз осындай уақытқа дейін осындай боқ жиналып қапты. Енді қазір мен бұның үстіне шығарып үйіп жатырмын. Себебі ана жерде уже адам өтетін жол. Сондықтан тақалып қалдық та жолға. Сол себепті мен осы жерге шығарып үйіп жатырмын. Бұқаларға келетін болсақ, міне. Енді камерадан көріне ма, қатты көрінбей ма енді білмеймін. Міне бұны бірінші бұқа деп қойық. Бірінші бұқа дейік міне. Қазіргі жағдай осындай міне. Мынаны екінші бұқа деп қойық мынаны. Екінші бұқа осындай міне. Өзі былай кішігірім болған негізі өзі. Бойы бәрі аласа. Міне. Осындай. Мынаны үшінші бұқа дейік. Қазіргі жағдай осындай бұның осылай. Құйрық жағы осындай. Көрінемі ақ күн шалғызып тұр. Жалпы осылай болып тұр қазір жағдайлары. Жем шөбі тұрақты жеп жатыр барлығын. Енді сойғаннан кейін көреміз енді бұлардың қанша килограмм басатын. Енді қазір 3-ші айға кетті ғой. Көреміз уақытпен. Мүмкін осы айдың соңында соямыз ба? Әлде кішкене тағы тұра ма? Ол жағын әзірге айтамайым. Сойған кезде барлығын толық түсіріп көрсететін болам. Сіздердің ойларыңыз қалай? Қай бұқа қанша килограмм салмақ басады? Өздеріңіздің ойларыңызды астына комментарияға жазып кетіңіздер. Кішігірім болжам жасап көрейік. Кімнің айтқанын дәлірек келеді екен. Лайк басып каналға тіркеліп кетіңіздер.